Stars flying through the sky so high. I should be making a list. I know I'ma be under the mist. Привет. Сәлем. Сіздермен бірге мен Гүлнұр. Және бүгін мен влог түсірейін деп шештім. Яғни жаңа жыл жақындап келе жатқандықтан влог түсірейін деп шештім. Және осы влогты мен бастаймын. Қазір кеттік. Бастайық. Мен қазір ғана ұйықтан тұрып жатырмын и сразу камерамды алып осы видеоны түсіріп жатырмын. Кеттік, короче, бастаймыз. Ұйқыдан тұрғаннан кейін міндетті түрде жуынамыз. Мен кәдімгідей тұмауратып тұрмын. Кәдімгі даусым жаман болып шығып тұрған шығар. Андай мұрныммен сөйлеп тұрмын. Прям керемет. Мен ауырып жүргендіктен дәрі ішетін боламын. Достар, өтініш, жылы киініп жүріңіздер, суық су ішпеңіздер, ауырмаңыздар. Достар, далада мүлде қар жоқ. Және сол себептен новогодний настроение мүлде жоқ. Және біз қазір соны дұрыстайтын боламыз. Елка құрып, итсәнде. Қазір елка құратын боламыз, және мен оны осы жерге құратын боламын. Бұна гүл алып тастап. Және қазір атмосфера болып тұру үшін міндетті түрде ютубтан новогодний өлең қосып қоятын боламын. Плейлист өте күшті болады. Достар, негізі қазір менің подружкам келу керек болған, и біз екеуміз бірге печенье жасаймыз деп ойлағанбыз. Бірақ ол өкінішке орай келе алмаймын деді. Өте өкініш, печально. Но мен қазір өзім де жасайтын боламын сол печеньені, поэтому жасайық, кеттік. And it's not fair. I keep on writing a sequel to stories I know that are not there. I don't wanna die, but I don't wanna live like this. I just wanna feel something. I just wanna feel. I just wanna feel something. I just wanna feel something. Достар, вот бізде осындай күшті печеньелер шықты. Второй партияның печеньелері кішкене күйіңкіреп кетті. Біріншілері әдемі шыққан, мынаны уақытын дұрыс қарамаппын. Сонда да өте күшті, өте дәмді. Вкусно. Достар, қазір ютубтан жаңа жылдық кино іздеп жатырмын. Және соны печенье жеп, шай ішіп, ыстық шаймен көретін боламыз. Өзіме чай жасап алдым. Және жаңа пісірген күшті печеньелерім. И қазір мен новогодний кино көріп отырып, осыларды жейтін боламын.
Кстати, мен бағана завтрак ішпедім, ойбай. Поэтому бұл маған типа завтрак болады. Достар, біз кино көріп болдық, және мен қазір тоқыма тоқып жатырмын. Қазір сіздерге көрсем. Мынандай узор көріп қалған болатынмын. И шарф сол узормен, узор болғанда мынандай екі түсті мен істеу. И осымен шарф тоқиын деп жатырмын. Тоқып жатырмын. Және қазір тағы да бір аниме көріп жатқанмын. Соны көріп отырып, осыны тоқып тастаймын. Достар, осылай болып шығып жатыр. Өте әдемі болып шығып жатқан сияқты. Қазір мына екі жіп біткенше бүгін істеп тастайтын шығармын, потом ары қарай істеп көреміз. Достар, қазір мен осы кітапты оқып жүрмін, және осыны қазір оқиын деп жатырмын, тағы бір-екі главасын болса да. Кстати, интересный факт, мен өмірімде Гарри Поттердің киносын көрмегенмін, және бірақ қазір кітабын оқып жатырмын. Кітабын оқып біткенге міндетті түрде киносын да қарайтын боламын. Сонымен қатар Гарри Поттер все-таки кішкене жаңа жылдың атмосферасын беретін сияқты, өйткені өте күшті оқыған. Достар, мен осы влогты аяқтайын деп шештім, өйткені мен қазір қайтадан кітап оқимын, қайтадан тоқимын, тағы кітап оқимын, телефон көремін, и скорее всего осы влогты монтаждап бастаймын. Былай қарап тұрсаңыздар, қызық нәрсе болмайды, сол себептен осы влогты аяқтау керек деп ойлаймын. Сол себептен де сіздер осы влогты осы жерге дейін көріп жатсаңыздар, сіздерге көп рахмет айтамын. Өте қатты сіздерді жақсы көремін. Ал ендеше просто давайте